Әрі қарай Ойсақ Торайғыр ауылдық округінің әкімі Мұхтар Молшин туған інісіне 1000 гектардан астам жер телімін берген. Әкімнің бұл әрекетін әдеп жөніндегі кеңес мүшелері қарады. Өткен жылдың желтоқсан айында 1651 гектар жер шаруа қожалығының пайдалану үшін конкурсқа шығарылды. Аталмыш аумаққа 3 кәсіпкер таласқан. Комиссияға мүше болған округ әкімі жерді туған інісінің Молша шаруа қожалығының пайдасына берген. В этом году, вы сами знаете, тяжелое лето было. Биылғы жаз қиын болды. Шөп шабу жұмыстары қиындады. Баға өсті. Әрбір шаруа қожалығы бағаны өзі реттеп отырды. И каждое крестьянское хозяйство, каждый сам регулировал цену, как могли ставить. Сөзінше Молша шаруа қожалығының аумағы мал басын ұстауға таршылық етеді. Конкурста оған басымдық беруінің себебі де сонда дейді. Тіпті інісінің тартысқа қатысып жатқанын әкім тек конкурс өтетін күні ғана білген көрінеді. Лучше бы я не голосовал, я сейчас чувствую. Әрине мен дауыс бермес едім. Бұл объективті түрде ештеңе шешпеді. Сіздер білесіздер, кез келген ауданда барлығы бір-бірін таниды ғой. Знает, кто, какие хозяйства. Бірақ таныстық округ әкімнің бұл әрекетін ақтамайды. Хозяйство Молша, наоборот, занимается вот такими социальными помощями. Оказывает доставку углем бедным людям, мясом раздает, подписка газет. Вот это хозяйство занимается. Таких хозяйств по пальцам посчитать 3-4. Анатолий Дагопарович, это вас не оправдывает, да, чем занимается? Не надо как ходатайничать за крестьянским хозяйством Молшин. Мы говорим законную сторону. Дегенмен, әдеп жөніндегі кеңестің шешімімен Мұхтар Молшинге қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіптік жаза қолдану ұсынылды. Айол Рахымжанова, ертес ақпарат.